Сәлем-сәлем, сіздермен мәнерлеп қазақ қызы, және бұл менің ютубтағы алғашқы влогым. Және бұл влог басқа влогтардан, басқа дегенде менде вообще влог жоқ қой, өте сондай ерекше болмақ, себебі бүгін бұл влог распаковкадан басталады. Угадайте, что у меня в руках. Это был пакет. Again. I am so excited. Коробкасынан не екенін, пакетінен не екенін білген боласыздар. Егер еще не угадали, то это бұл посылка маған Алматыдан келді. Бірге распаковка жасайық. Және де бұл конькидің түсі женский болса да қара. Менің қуанышымды сөзбен айтып жеткізу қиын. Себебі мен бұны негізінде кішкентай кезімнен бастап армандаған екенмін. Анам екеуміз қыс сайын отбасымызбен қыста катокқа барамыз. Мұз айдынына, далада күшті. Анамнан үйренгенмін негізінде конькиден, сырғанауда. Осы жылы мен фигурный катание, яғни мәнерлеп сырғанауға қатысатын болды. Алдыңғы жылдан бастап менің сіңілім өз қалауымен осы фигурный катанияға қосыламын деп қосылды. Одан кейін бір жыл бойы мен оған қызығып, одан оның білетін нәрселерін үйреніп жүрген болатын. Осы жылы мені қуантты ата-анам, Аллаға шүкір деймін, өте қуаныштымын. Бұл конькилердің уходы өте өзгеше, және бұларға 2 чехол керек болады, немесе 3. Oh my God.
Біз бірінші тренировкадан шықтық. Жылы. Аяғым арқыл. Кому это интересно? Спортивный сумкам бүгін келеді. Почтамен. Сондықтан ертең жақсы сумкамен келемін деп.